Устала удержахмта. Книга желаний. Қазір осылай істейсіздерме, істейтін бар ма? Жеке дневник жүргізетін адамдар, немесе баяғыда біз мектепте оқып жүрген кезде анкета деген болады. Анкета жүргізіп достарың сол анкетаны толықтырып жатады. Сондай нәрсеге арналған осындай кітаптар. Бұл жерде ұйықтап жатқан қыздың бейнесі ең басында. Ұйықтап жатқан қыздың бейнесі жаңағы бір мүйізді жануар. Барлық жерлерде гүлмен бейнеленген осылай. Көлдің жағасында ондай үлкен ғимараттар, әрбір парағы осындай ерекшеленген суреттермен толықтырылған. Мына жерде де қыздың суреті. Таңғажайып бір әлемдегі, ертегілердегі сурет сияқты. Негізі мен бұл кітапты, дәптерді алған себебі сіздермен баяғы, енді баяғыда емес, өзім ойнаған интернет желісі болмаған кезде мектепте отырып осындай, мектепте, үйде немесе достарымызбен отырып қыздармен осы ойынды ойнайтынбыз. Әрине морской бой деген ойындар да болды. Және де осындай қолды суретке салған. Соны көрсеткім келіп отыр. Ойында бірнеше адам ойнайтын, негізі осылай өзінің қолында салып қарындашпен немесе қаламмен осылай
жазып, сол үлкен белгіленген цифрларды да жоғалтып алатынбыз. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Жүзге дейін енді белгілемей қояйын. 50-ге дейін ғана белгілеп, содан кейін ойынның мәнін көрсетіп. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
33 болсын. 33, 33, 33, 19. 19-ды істеп жатқан кезде барлық тор көздерді толтырып тастайтын деп отырмын мен. Иә. Содан кейін мен жеңімпаз атанамын. Иә, келесі рет осындай бір бала кезімізде ойнаған ойынды еске тұрып, ініммен бірге ойнап, соны түсіруге де болады. Мен мына жерге қарап, кішкене денем түріліп кетті де, камерадан мынаны көріп, біртүрлі көрінеді екен мындай көп дөңгелектер. Сіздердің араңызда